Ал құрметті көрермендер, жалғастырамыз. Айып етпеңіздер, кешірім сұраймын сіздерден. Менің программа мүмкіншілігі 10 минут жазыла алады екен. Сондықтан жалғастырайық. Жаңа қай жерге тоқтасақ, біз абзацқа тоқтап тұрдық. Қайтып абзацқа жазуымыз үшін абзац тұрған строкаға бір рет курсорды бір рет басамыз. Басқаннан кейін абзац деген жерге кіреміз. Бұл кіргеннен кейін 30 стоп интервалы, сол кезде первая строка деп тұр. Бізде қарап отырса қазір жоқ ол. Не деп тұр? Мына жерде значогын басамыз и 30 стоп деген белгілейміз. На деп тұр, бірде 25 деп тұр. Мені 1 сантиметрге қойсаңыздар жетілікті сіздерге. Басамыз, окей. Міне сөзіңіз сіздің абзацпен басталды. Қай сөзі белгілеп алу үшін жаңағы направляем деген жерден мышканы басамыз да, жібермейміз де, сөздің соңына дейін белгілейміз. Белгіленгеннен кейін Times New Romanға өзгерткіміз келсе, көбінесе біздің тексттер бүкіл жерде Times New Roman тұрады. Кіреміз шрифтке, одан мына жер курсорды жылжытамыз да Times New Roman тауып аламыз. Жылжыта береміз, қанша жылжыта береміз, Times New Romanға кірдік. Келесі шрифтімізді үлкейтуіміз үшін мына жерден 14-ті таңдаймыз. 14 или 12 таңдаймыз. Енді мынаны қалың қылып жазуымыз үшін белгілеп, жаңағыда уважаемый деген удың астынан бір басамыз, қасынан енді содан кейін сөздің соңына дейін белгілеп шығамыз. Белгілеп шыққаннан кейін бұнда жаңа Times New Roman қылып жазамыз, белгілеп алдық. Екінші таңдағанда ол автомат түрде шығу керек. Таңдадық. Келесі оны да үлкейтеміз шрифтін 12. Енді жирный қылып жазамыз. Жирный деген қалың қылып бояймыз. Мінекей. Қайтып бір басса қайтып өшіп қалады. Ол үшін қайтып бір басамыз, жирный басылды. Келесі бұны болдық. Направляем деген араларын ашуымыз үшін біз бәрін белгілеп аламыз. Белгілеп алып тағы да қайталаймын. Направляемнің алдына бір қоямыз да, басып тұрып мышканы сол жақты соңғы сөзіне дейін белгілеп шығамыз. Келесі абзацқа кіреміз. Междустрочный полтора строки қоямыз. Окей. Бізде жаңағымыз ашылды. Келесі жаңағы директорды жылжытамыз. Бұларды да жаңағыдай Times New Roman қылып таңдаймыз бәрін. Times New Roman. Енді бұны үйренді деп ойлаймын сіздерді. Келесі мыналарды да солай өзгертеміз. Бүкіл сөзі Times New Roman. Мынанда Times New Roman. Келесі енді директоруды төмен түсіреміз. Енді қақ ортаға жазуды мен сізге көрсеттім. Оны алдына қоясыздар да пациент деген басасыздар. Енді бізде хатымыз дайын болды. Енді оны шығаруымыз керек. Қалай шығарамыз оны? Шығару үшін файл печать кіреміз, мына значокқа кіреміз. Кіргеннен кейін бірінші сохранить етуіміз керек. Файл сохранить как. Сохранить как дегеннен біздің окошқа ашылады. Окошқа ашылғаннан кейін қай жерге сақтауымыз, соның орнын көрсетеміз. Рабочий стол. Рабочий столда бір папкаңыз болса, папкаңызды көрсетесіз мына жерде. Болмаған жағдайда рабочий столын өзіне сақтай бересіз. Келесі документ тип файла, документ Word 97-2003 көрсетесіз. Имя файла, письмо сіздерден өтініш, өткені әр письмоны өзінің атымен сақтағандарыңыз жөн. Өткен ертең іздегенде таба алмайсыздар. Атын жөнін сақтап қоямын. Письмо. Тақырыпқа байланысты қоюларыңызды сұраймын. Мысалға разногласие деп қояйық. Жазып болғаннан кейін рабочий столды көрсеттік. Енді біздің письмомыз рабочий столда сохранить етілді. Сохранить етеміз. Міне, енді сохранить етілгеннен кейін шығаруымыз керек, печать етуіміз керек. Қағазға шығаруымыз. Қағаз шығаруымыз үшін осы жерде тұрамыз. Файл, скобка кіреміз, мына жерге кіреміз, печать. Енді окошкасы ашылады, қазір қарап отырсаңыздар. Окошкасы ашылғаннан кейін сіздің компьютеріңіз алған тұрған принтерді көрсетесіз. Менде ол Canon MF30 копия 3. Кіргеннен кейін қараңыз. Печать етудің 3 варианты тұрады. Все текущие номера. Все десеңіз, сіздің ортаңызда қанша бет бар, соның бәрін шығарады. Ал текущие деп отқанымыз, мысалға, сізде бірнеше бет болсын дейік, мысалға.
Оны көрсету үшін жаңа парақ салу үшін вставка пустая страницаға кіресіз. Қараңыз, сізде 2 бет болсын дейік, 2 бет сізге керек емес, сізге тек мына бет шығару керек. Бірінші бет. Сол үшін мышкамен осы бетке бір рет басамыз. Басқаннан кейін мына жерге файл, отмена, файл, печать, мышканы бір басқаннан кейін текущая дейміз. Текущая дегеніміз, яғни курсорымыз қай жерде қалды, сол бетті шығарады. Бұғаннан кейін окейді басамыз. Немесе бірнеше копия шығаруымыз керек болса, мына жерге число копия көрсетеміз. 2, 3, 4. Яғни бұны клавиатурадан да енгізуімізге болады. Окей дейміз, жаңа осы бетіңіз шығады. Енді сіздің тек мысалға екінші бетті ғана шығарғыңыз келсе, мысалға 2-3 бетті ғана шығарғыңыз келсе, файл, печатқа кіресіз, номера 2 мен 3-ті көрсетесіз. Сонда екінші, үшінші бетіңіз шығарылады. Оны қайдан біліп отырасыз? Мына төмен жазған кезде мына жерде страница нөмірлері көрсетіп тұрады. Яғни қайталаймын, мысалға файл, печать, номера, тек екінші бетті ғана шығарғыңыз келсе, 2-ні басасыз. Егер 2 мен 3-ті де шығарғыңыз келсе, 2 сызықша 3-ті көрсетеді. Сол кезде шығады. Окей? Келесі тағы не сізге бұл тақырыпта түсіндіріп кетем. Яғни жаңа таңдауды үйрендіңіз. Times New Roman, мысалы бұның сөздің астын сызуымыз үшін белгілеп тұрамыз да, бір басып Ч-ні басамыз. Ч-ні бассақ асты сызылады. Одан кейін курсив дегенді қойсақ, курсив міне қисық жазылады. Оны алып тастау үшін қайта Ч-ні алып барасыз да, бір басасыз. Қисық жазылды. Келесі негізі біздің тақырыбымыз жалпы түсіндірді деп ойлаймын. Тағы бұл жерде айта кететін нәрсе, байқаңыз, кез келген операцияны кері қайтару үшін отмена бағдарламасын бассаңыз кері қайтарылады. Болды, рахмет көп-көп көңіл бөлгендеріңізге. Келесі енді таблица бойынша жұмыс істеймін. Егер видео ұнап жатса, астындағы каналыма подписаться етіңіздер, немесе лайк клавишасын басуларыңызды сұраймын. Рахмет, сау болыңыздар. Мен жаздым ба, жазылмады ма?